Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 60-шы сабақ алуан түрлі табиғат тақырыбы. Сабақтың мақсаты оқу түрлерін қолданамын, көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтаймын. Бірінші тапсырма кесте бойынша жауап бер. Тұжырымдар оқығанға дейін және оқығаннан кейінгі тұжырымдар. Я немесе жоқ деп жауап беруіміз керек. Оқығанға дейін дегеніміз балалар өзіміз білетін біліммен жауап береміз. Жерінде бір жылда 2 мезгіл ғана болатын ел бар. Жоқ, мен тұратын жерде 4 мезгілде болады. Я, менің танысым тұратын жерде жылдың 3 мезгілі ғана болады. Жоқ, қаһарлы қыс қорқынышты. Жоқ. Түсініп оқы. Аяз бен Қыдыр. Айтыс. Аяз, қабағыма қар қатып, кірпігіме мұз қатып, қатал қыстың әмірін жүрмін жұртқа тыңдатып. Малың ықса боранда, төлің өлсе қораңда, ол да менің ашуым ерек ескен оңар ма? Айтшы кімнің күші кем, суық сөздің сұсымен. Бұлақ суын қатырдым таяғымның ұшымен. Қыдыр, жерді көріп тебірендім, елді көріп емірендім. Суытушы сен болсаң, жылытқалы мен келдім. Сен отырсаң күрсініп, менің қаным тіршілік. Сен шыршаны қиғызсаң, мен еккізем бір шыбық. Тау суындай тасамын, бұлақ көзін ашамын. Ақ ниетті адамға жақсылықты тосамын. Аяз, балада жас кәріде мені сыйлар әлі де. Сескенбейтін жан болса, ұшырайды кәріме. Қыдыр, мен шығыппын шығыстан, сен келіпсің батыстан. Күндер болды ұғысқан, күндер болды қағысқан. Қараң суға айналды, мұзың буға айналды. Барлық сүсің ақыры, сескенсең де жай қалды. Аяз, мен суықтың ұлымын, қаталдықтың пірімін. Сенің жылы сөзіңнен босап кетті буыным. Қыдыр, аяз бауырым өжетсің, мейлі күнің тез өтсін. 12 айда бір келер мезгілге сен қажетсің. Аяз, сен де өмірге керексің, өзге елерден ерексің. Алма кезек кеп тұрсақ, татулыққа не жетсін. Өлеңнің авторы Ақылбек Шаяхметов. Сөздікпен жұмыс кәріне ұшырау дегеніміз балалар қаһарына ұшырау деген мағынаны білдіреді. Малдың ығуы боранда малдың адасуы деген мағынаны білдіреді. Тебірену жан дүниесі толқу деген мағынаны білдіреді. Ал емірену дегеніміз жақсы көріп, мейірлену деген мағынаны білдіреді. Екінші тапсырма өлеңдегі Қыдыр ата ненің бейнесі? Өлеңдегі Қыдыр ата көктемнің белгісі, я балалар. Үшінші тапсырма Аяз бен Қыдыр бір-біріне қандай сын айтты? Аяз бен Қыдыр бір-біріне сен суықсың, сен жылытушысың деп сын айтты. Төртінші тапсырма Аяздың буыны неден босап кетті? Аяздың буыны Қыдырдың сен табиғатқа керексің деген сияқты жылы сөздерінен босап кетті. Бесінші тапсырма Аяздың соңғы сөзінен мәтіннің негізгі ойын анықта. Аяздың негізгі ойы татуласу жайында болды, я балалар. Аяз өзінің соңғы сөзінде татулық, бірліктің қажет екенін, суықтың да, ыстықтың да адамға өте қажеттілігі бар екенін атап өтті. Алтыншы тапсырма өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. Жетінші тапсырма саған қай кейіпкер ұнады? Дәлел келтіріп, түсіндір, баға бер. Маған Қыдыр ата кейіпкері өте қатты ұнады. Өйткені ол келгенде айналаның барлығы жасыл түске еніп, тіршілік қайта жаңарады. Сонымен қоса, жақсылықтың нышаны мейірімділік пен жақсылық, жылулық алып келеді. Білгенге маржан. 2 жыл мезгілі ғана бар елдер. Тропиктік елдерде жыл мезгілі әдеттегідей 4 емес, 2-ақ. Ол жаңбырлы маусым және жаңбыр мүлде жаумайтын құрғақ маусым. Құрғақшылық айларында ағаштар мен өсімдіктер қурап қалады. Азық пен су іздеген жануарлар жүздеген шақырым жерлерге ауып кетеді. Біліміңді қолдан. 8-ші тапсырма өлең жолдарындағы аллитерация тәсілін тауып дәлелде.
Мен шығыппын шығыстан, босап кетті буыным. Мұндағы аллитерация шығыппын шығыстан, босап буыным сөздері болып табылады. Қорытындыла. 9-шы тапсырма бастапқы пікіріңді қалай толықтырдың? Бастапқы пікірде балалар жерінде бір жылда 2 мезгіл ғана болатын ел жоқ деп ойладым. Ал мәтінді оқи келе 2 жыл мезгілі ғана болатын елдердің бар екенін түсіндім. 10-шы тапсырма өлеңдегі кейіпкерлерден өзіңе қандай үлгі алдың? 10-шы тапсырма өлеңдегі кейіпкерлерден өзіңе қандай үлгі алдың? Өлеңдегі кейіпкерлер арқылы өзіме мейірімді болуды, әрқашан татулықта өмір сүруді үлгі еттім. Үйге тапсырма өзің тұратын жердің табиғатын сипаттап жаз. Мен тұратын жердің табиғаты өте ерекше. Жыл мезгілінің қай тұсын алсақ та жайнап тұрады. Қазір қыс мезгілін алсақ, терең тыныс алатын таза ауа, ақ көрпесін жамылған жер, екі беттері алмадай боп шана тепкен балалар. Ал енді көктем мезгіліне сипаттама берсек, жан-жақтың бәрі көгеріп, жер астынан бәйшешегіміз бүршік атып шығады. Жаз мезгілі нағыз жеміс-жидектің пісіп, балалардың мәз-мейрам болатын уақыты. Ал күз мезгіліне тоқталсақ, жапырақтар сарғайып, айнала алтын түске боялады. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.